Мадина, саған естіле ма? Мадина, мен сені естімей тұрмын ғой. Қазір тұра. Так. Сен ана нені бас әлгі доступ через интернет деген әлгі ең астында, короче, сол жағында не бар әлгі звук деген микрофонның суреті бар, соған бас. Сонда ол нетеді. Сені мен естеймін, а то мен сені естімей тұрмын. Ойбай, қазір. Ал, Мадина, бірден айтшы. Так, сен мені естіп тұрсың ба? Қазір. Қазір ең астында сол жақта микрофон бас. Мен естілем ба? Ага, все. Енді қос ана микрофонды тұратыр. Қазір. Жоқ, микрофон сенде отключен. Так, қалай саған қосып берсем екен, ма? Мен даже сенде микрофон отключен, надо включить звук. Ана микрофонға бас. Бастым. Все, ойбай, естідім, все. А то мен үндемей не білмей тұрмын да, неменен нетуге. Енді саған қалай түсіндіруге. Аға, все, онда давай, енді естілет. Енді, короче, ақырын сабағымызды бастай берейік. Так, міне біздің оқулығымыз электронды түрде. Міне мына жерде, міне оқымны мына жерде. Землю населяют множество живых существ. Населяют. Населяет. Ал енді қай сөз түсінбей? Населяет. Жаза ғой дәптерге. Населяет. Я дұрыс, населяет. Населяет деген, яғни өмір сүреді деген сөз. Земля деген түсінікті ғой, земля. Қыс. Қалай? Земля. Не нәрсе? Қыс. Жоқ, жаза ғой. Қыс деген ол зима. Земля деген ол жер планетасы. Жер деген сөз. Множество деген. Множество, жаза ғой, егер есіңде жоқ болса. Множество деген ол көп деген сөз, көп. Көп. Живых деген жануар. Живых деген ол жануар? Жоқ. Живых деген жаза ғой. Живых деген тірі. Существ. Существ деген ол енді жаны бар сондай нелер әлгі. Қалай, енді пенде емес, бірақ
Жануарлар ма? Жоқ, не только оның ішіне адам, менің ойымша пенде деп алуға болады негізі. Пенде? Иә, себебі оған қалай адам да кіре ма сонда, иә? Пенде болса оған барлығы кіреді ғой, иә, жануар да. Из них только человек обладает даром речи. Түсінікті ма? Из них только человек Адам обладает. Е болады, обладаетті жаза ғой. Обладает деген ол е болады деген сөз. Дар дегенді жаз. Дар деген дар, дар. Дар деген ол сы. Реч деген ол сөйлеу. Яғни тек қана сондай сыйға ие болған, ол сөйлей білу әйтеуір. Реч деген ол сөйлеу. Түсінің ғой, иә, мағынасын. Яғни жер планетасында көп тірі жандар бар, немесе пенделер, олардың ішінде тек қана адам ғана сөйлей алады дейді. Түсінікті ғой? Так, енді міне мына сұраққа жауап бер. Міне мынау неме деп сұрап тұр, мынау бірінші сұрақ. Какую мысль сообщил автор этих слов? Мысль деген... Мысль сообщил автор... А сен білесің ба, мысль деген не нәрсе? Жаза ғой. Мысль. Жаздым. Мысль деген ой деген сөз, ой. А какой дегенді білесің ба, какой? Қалай? Жоқ, қалай ол как? Қандай? Қандай ойды, а сообщил деген қалай? Сообщил. Сообщил? Иә. Хабар ма? Жоқ. Иә, хабарлау. Иә, автор деген. Автор деген шығарған адам. Иә, автор, молодец. Слово. Сөз. Дұрыс. Яғни қандай ойды бұл автор бізге айтып тұр дейді. Осы, біз мағынасын түсіндік қой енді. Ендігі скажи дейді. Сол жерден басташы, скажи. Скажи, можно ли назвать речью звуковые сигналы животных? Звуковые. Скажи, айт. Я, можно деген не нәрсе? Мүмкін. Бола ма, я, бола ма? Рұқсат деген сияқты. Мүмкін ба, я. Назвать. Назвать. Аталу. Атайды или? Речь. Ма? Я, речь. Сөйлеу. Я. Ма, речь. Я, звук деген не нәрсе? Звук. Звуковой. Дыбыс. Дыбыстық, я. Сигнал. Сигнал. Мысалы, сигнал, мысалы, әртүрлі машинаның сигналы бар, иә? Иә. Животных, жануарлар. Иә. Сигнал деп солай қазақ тілінде де сигнал, иә. Сонда жан-жануарлардың, мысалы, дыбыстарын дейді. Жан-жануарлардың дыбыстарын
не сөйлеу деп атауға бола ма деген сұрақ саған айтып тұр. Сен қалай ойлайсың? Сарын. М, Әрине болмайды. Олар себебі бізге не? Қалай айтуға? Олар нағыз жеткізе алмайды ғой, мысалы енді. Ну, білмеймін, Иә. мүмкін кейбір жануарлар сүйетін адамдар айтатын шығар, болады деп оларды. Бірақ қазіргі кезде ғылыми түрде енді біз олар жеткізе алмайды ғой, мысалы бізге бір хабарды. Иә. Нағыз былай. Сол үшін жоқ дейміз, иә. Так, енді міне мына жерде бір сұрақ бар, қара. Так. Мынау записи деген не нәрсе? Записи, міне қара. Записи. Иә, запись деген не нәрсе? Егер білмесең, жаза қой запись. Запись деген ол жазу. Запись деген ол жазу. Рассмотри деген не нәрсе? Рассмотри. Рисунки. Жаза қой. Екеуін бірге жазайын ба, жоқ бөлек па? Жоқ, бөлек болады. Екеуі жеке-жеке нетіледі ғой. Рассмотри деген ол қара деген сөз. Қара. Оның екі мағынасы бар. Қарау немесе қарастыру. Смотри дегеннен шыққан ба? Иә, дұрыс. Рисунки. Ол түсінікті ма, рисунки? Сурет салу емес па? Иә, суреттерді қарастыр дейді. Енді мынау түсінікті ма, жоқ па? Оқиын ба? Иә. К каком дегеннен? Иә. К какому виду речи? Слушание, говорению, чтению или письму? Можно отнести каждый рисунок. Объясни свой ответ. Дұрыс, только слушанию. И отнести. Ал енді қара, мұнда неме деп сұрап тұр мұнау? Какому виду? Вид деген не нәрсе? Вид. 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 Көрініс жоқ. Вид деген ол түр. Бір нәрсенің түрі болады ғой, мысалы, түрлері, түр. Яғни реч деген сен білесің, иә, реч ол немене? Сөйлеу. Иә, сөйлеудің қай түріне дейді. Міне мыналарды, міне слушание деген не нәрсе? Слушание. Слушание. Иә. Слушать деген сөзден шыққан. Слушать. Жаза ғой. Тыңдау. Говорение деген не нәрсе? Говорение. Сөйлеу. Молодец. Чтение. Читать деген сөзден шыққан. Оқу. Молодец. Письмо. Жазу. Яғни 4 түрі бар, иә, мына сөйлеудің 4 түрі: тыңдау, сөйлеу, оқу және жазу. Можно дейді, болады, отнести. Отнести деген не нәрсе? Апару. Апару? Жоқ, дұрыс, оның бір мағынасы бар, апару. Апару деген мағынасы бар. Екінші мағынасы жатқызу. Мысалы, бір топқа бірдеңе жатқызасың ғой. Екі мағынасы бар. Отнести деген апару және жатқызу.
Сонда жай сұрақты түсінейін деген, саған түсіндірейін деген да. Сонда қандай сөйлеудің түріне жатқызуға болады? Әрбір, каждый деген әрбір, рисунок деген білесің енді, иә? Объясни деген не нәрсе? Объясни. Объясни. Мгм. Объясни. Объясни деген түсіндір деген сөз. Түсіндір. Өзімнің жауабымды. Я молодец. Ал енді, ой, мынау выскажи дегенді білесің бе, жоқ па? Выскажи. Выскажи. Скажи дегеннен түбір. Сказать. Айту ма? Я айт дейді. Мнение деген не нәрсе? Мнение. Мнение. Жаза ғой. Пікір. Ал енді қалған түсінің баны? Для чего? Для чего нам нужна речь? Нужна. Түсінің ба? Нужно деген не нәрсе? Нужно. Нужно. Сөйлеу. Нужно. Нужно. Жаза ғой. Ол өткенбіз негізі, просто ұмытып қалдың сен. Нужно. Керек деген сөз. Сонда не үшін керек дейді? Так, ал енді саған сөйлеудің түрлерін үйретеді. Міне қара, устный деген не нәрсе? Устный, сен білмейсің, оны жаза ғой. Устная. Міне мына ендігі бетте көрдің бе, үшінші жаттығу? Устная, көріне ма? Устная. Устная деген жаза ғой. Ауызша. Так, енді ауызша сөйлеу деген, сөйлеудің екі түрін бізге бүгін үйретеді. Ауызша сөйлеуді үйретеді. Сонда ол сөйлеудің қандай түрі? Которую мы... Да, оқи ғой. Это речь, которую мы слышим или произносим. Ал енді слышим деген немене? Тыңда. Я, біз оны тыңдаймыз, а произносить ол не нәрсе? Произносим. Произносим. Жаздым. Произносить деген ол айту. Айту. Яғни біз оны тыңдаймыз және айтамыз. Енді мына устный деген, міне образовалась. Образовалась дегенді білмейсің ба, не нәрсе ол? Жаза ғой. Образовалась деген ол пайда болды деген сөз. Или құрылды, пайда болды. Уста деген сөзден пайда болды. Енді қазір уста дегенді, уста. Называли деген не нәрсе? Называли. Аталды. Я, молодец. В старину. Старину деген сен білмейсің. Старый деген не нәрсе? Старый. Ескі ме? Я, ескіде, я, баяғы заманда губы деген не нәрсе? Губы. Губы. Білмеймін. Губы деген ерін, осы кісінің еріні болады ғой. Сонда міне қара, мына уста деген бұрынғы замандағы ол ерін деген мағынаны білдіреді екен. Себебі біз когда сөйлегенде мына ерінмен сөйлейміз ғой, сол үшін бұның аты устная речь, яғни ауызша сөйлеу. Енді ендігі түрі, оқи ғой, письменная речь. Письменная речь – это речь, которую мы читаем или записываем.
Ал түсінің ба жоқ, қандай сөз түсініксіз? Письмо деген не нәрсе? Писать. жазу. Я, мынау жазбаша сөйлеу, жазбаша. Аха. Я. Бұл сөз. Да, читаем, ол читаем деген не нәрсе? Жазады. Жазу. А запись, записывать, запись, писать. Писать. Тыңдау ма? Жоқ, тыңдау это слушать. Читать деген жаңа неме дедің? Читать. Жазу. Жоқ, читать деген жаза ғой. Оқу және жазамыз дейді оны. Және жазу. Яғни ендігіні оқы. Мына жерде оқи Другие қойыңыз. письменные знаки. Я, сонда использовать деген не нәрсе? Использовать. Яғни жазу үшін дейді, использовать, ол не нәрсе? Использовать. Использовать деген этот пайдалану, қолдану. Сонда біз пайдаланамыз дейді. Буква деген не нәрсе? Әріп. Я, әріп пайдаланамыз. Сосын письменные знаки дейді. Жазбаша. Знак дегенді білмейсің ғой, бұл знак. Знак. Знак деген белгі. Сонда жазбаша белгі пайдаланамыз дейді. Ал енді қарашы, мына жерге оқы, міне 4-ші жаттығуды, міне колобок. Колобок, колобок, я тебя съем. Ал енді түсінің ба мынаны съем деген? Колобок, бауырсақ. Я тебе. Мен сені, сенің сен деген. Съем деген жеп қоям деген сөз, жаза ғой. Жеп қоям. Анау неме еді? Колобок. Нет, не ешь меня косой, а лучше послушай, какую я тебе песенку спою. Спою. Жоқ, мені жемеші. Косой. Косой деген жазық қой, бұл негізі қызық сөз. Оның негізі мағынасы қисық деген сөз, қисық. Мысалы, бірдеңе қисық болады ғой, я қисық, қиғаш, қисық, қисайған, қыңырайған деген түсінің ба? Немесе шапыраш деген мағынасы бар, яғни көздері қисық адамдар болады ғой? Я. Жаздың ба мағыналарын? Сосын тағы бір мағынасы бар, шәлкес деген, шәлкес. Яғни шәлкес қарау, мысалы. Шәлкес? Я. Шәлкес қарау. Сонда мына косой деп ылғи мына қоянды айтады. Қоянның екінші аты косой деген. Жазып қой, қоян деп жаз. Аха. Жеме мені қоян дейді. Лучше деген не нәрсе? Лучше. Жақсырақ. Я, послушай. Тыңда. Тыңда дейді. Песенка. Песенка. Песенка деген, песня деген бар жоқ, қысқаша песня. Ән. Спою деген не нәрсе? Спою. Спою. Жаза ғой.
Ән айтам деген сөз. Спою деген ән айтам. Все, енді қазір мына жерді бітіреміз, сосын басқа нені істейміз. Мына жерде оқышы, міне бірінші сөйлемді мына жерде. Что помогла тебе узнать сказку? Что помогло дейді. Помогло деген не нәрсе? Помог, помогать. Көмек. Молодец. Не көмектесті дейді? Саған узнать деген не нәрсе? Узнать білу. Молодец. Сказка деген? Ертегі. Молодец. Так. Енді қара, ендігі сұрақты оқи ғой. К какой речи ты отнесешь запись разговора сказочных персонажей к устной письменной? Қара, енді былай айтасың. Какой речи ты отнесешь запись разговора сказочных персонажей к устной или письменной? Сұрақ енді түсіндің ба, жоқ па? Яғни қандай сөйлеуге, мынау отнести деген сен жаңағыны жаздың ғой. Просто мынау болашақ уақытта отнесешь, түбір отнес. Жаңағыны жаздық қой. Апару ма? Жатқызу. Қандай неге жатқызасың дейді. Запись деген ол не нәрсе? Запись. Жазу. Я. Разговор деген. Әңгімелесу. Я. Мысалы, сказочных персонаж деген білесің ба? Сказочный персонаж. Сказочный деген не нәрсе? Сказка деген сөзден шыққан. Ертегі. Ертегі, персонаж. Персонаж. Персонаж деген кейіпкер. Сонда сен ана ертегі кейіпкерлерін, солардың сөйлесуінің жазылуын қандай неге нетесін дейді? Устная речь или письменная? Вот мынаған сен өзің ойланып жауап бер. Ертегі кейіпкерлерінің сөйлеуінің жазылуы. Міне мына жерде жазып тұр ғой, колобок, колобок, үстінде. Письмен. Молодец. Так. Ал енді екінші сұраққа жауап берейік. Какой речью ты воспользуешься, чтобы передать содержание сказки? Ал енді какой речью ты воспользуешься, чтобы передать содержание сказки? Қандай сөзімді түсінікті сөз? Міне воспользуешься деген, пользоваться деген білесің бе, жоқ па? Пользоваться. Арналу ма? Жоқ. Жаңа бізде болды ғой, бір жерде пользоваться болды ма, жоқ па, қараш? Бүгінгі сабақта осы пользоваться деген. Жоқ. Жаза ғой онда, воспользоваться деп жаз. Или осылай жаза сал, осы дәл осы кейпінде. Бірақ бұл болашақ шақта, болашақ. Воспользуешься. Бұл пайдаланасың деген сөз. Қолданасың. Жаза ғой, қолданасың. Передать. Передать деген не нәрсе? Беру. Беру немесе жеткізу. Екінші мағынасы жеткізу. Содержание. Содержание. Мазмұны. Ол кітаптардың алдында немесе артында жазылып тұрады содержание деп. Содержание деген мазмұны. Ал осы сұраққа қалай ойлайсың? Мысалы қараш, сен маған бір ертегінің мазмұнын айтып береді екенсің, я? Сонда сен қандай сөйлеудің түрін таңдайсың? Устная речь или письменная? Айтып беру ма? Я. Устная, молодец. Енді қара, міне мына оқулықта міне жақсы жері, мына жерінде қарап етіп листать етесің. Мынау 6-7-ні өтті қой. Енді бүйтсең міне, 8 келе қалады. Так, 8-де
Ну, мынау міне дәл сол, иә, мынау аса не емес мынаны. Мынаны нетпей ақ қой, так, давай ендігісін нетейік. Міне мынаны нетесің, қара. Саған үй жұмысын жазып ал, үй жұмысын. Қазір себебі басқа нәрсені істейміз, мен сол үшін саған осы оқулықтан үй жұмысын беріп тастайын. Короче, 10-шы бетті істейсің, иә? Аударасың, мына жерде бір кішкентай не бар, әңгіме бар. Аха. Сосын мынау міне 11-ші беттегі, мына жерде қарайсың, 11-ші бет тоже аударып қой. 10-11-ші беттер жарай ма? Егер нең болып жатса, міне мына екеуінді қарай сал, міне 8-ді қарай сал, міне тоже. Егер уақытың не болып жатса, жақсы. Так, ал енді екеуміз басқа нені нетеміз. Енді мынадай бір әңгімені тыңдап, мағынасын түсін. Міне мынау білесің бе, каша деген не нәрсе, каша. Каша? Иә. Каша деген білесің бе не нәрсе? Кәдімгі каша ма? Иә, жейтін каша әлгі. Иә. Ботқа, иә, ботқа дейміз. Иә. Сонда қара, тапор деген немене, тапор? Тапор. Иә. Тапор. Жаза, балта. Сонда кашаны балтадан жасайды. Балтадан жасалған каша. Ал енді тыңдай ғой. Естіле ма? Старый солдат шел. Естіле ма? Старый солдат деген түсінің ба? Старый солдат. Бір түрлі солдат, па? Жоқ, странный, ол басқа. Мынау старый. Бұрынғы. Ескі, кәрі деген сөз. Жаза ғой. Или кәрі, или қалай. Старый. Соңында р, сосын содан кейін и краткий, старый. Жаза ғой, старый. Солдат дегенді білесің ғой? Иә. Старый солдат шел дейді. Шел деген не нәрсе? Шел. Ш-ё-л. Мен могу мұнда чат бар, жазып беруге егер білген. Ш, сосын ё-л. Түсінің ба жоқ па шолды? Шол деген жаза ғой. Шол деген жүрді деген сөз, жүрді. Келе жатты. Жаздың ба? Шел на побывку. Притомился в пути. Притомился дейді, притомился. Притомился? Я, еще утомляться деген бір сөз бар. Бірақ түбірі томиться. Притомился. Притомился. Жаза ғой. Шаршады деген сөз. Шаршады. Шаршады. Бұл кісі шаршап кетті, я, сосын тадырғаз. Мен сапасын кішкене жақсырақ. Жоқ, нормально тұр. Аха. Есть хочется. Есть хочется дейді. Оны қалай түсінесің? Есть хочется. Есть бар? Жоқ, оның екінші. Жоқ, бар деген. Я, дұрыс. Бірақ естің екінші мағынасы бар ғой, бардан басқа. Екінші мағынасы тамақ ішу. Яғни тамақ жегісі. Яғни жеу мағынасы әйтеуір. Короче, жеуді қалады, яғни тамақ ішкісі келіп кетті. Дошел до деревни. Дошел до деревни дейді. Оны қалай түсінесің? Жаңағы шол деген түбірі. Ш-ё-л, шол. Үйіне жүріп келді. Дом? Жоқ, деревня. Ағаш? Жоқ, деревня. Н-я соңында. Деревня. Сен білесің ғой деревняны, жазып ал. Жаз, дерев, сосын н, сосын я, деревня. Ал ауыл. Ауылға жетті дейді, ауылға. Постучал в крайнюю избу.
Постучал. Стучать. Постучал. Тоқылдату ма? Я тоқылдату. Тоқылдатты. Крайний деген. Крайний. Оны білмейсің, иә, крайнийді. Міне мұнда чат бар. Қазір мен саған жазып беремін міне. Ойбай. Сен сол жерден көшір, жарай ма? Қазір. Міне. Крайний, сосын міне мына сөзді көшір міне чаттан. Изба. Мұнда чат ашылады. Крайний деген ол ең соңғы деген сөз. Соңғы. Крайний. Изба деген ол тоже үй. Ағаш үй. Короче, ол тоқылдатты, сосын Пустите отдохнуть дорожного человека. пустите дейді, пустите. Ол неме пустите деген. Пустите. Жаза ғой, пустить, пустите. Сұрау емес па? Жоқ. Ол спрашивать сұрау. Ага. Пустите деген это кіргізіңдер деген сөз. Сосын отдохнуть, отдохнуть деп жазылады. Отдохнуть. Ол не нәрсе? Отдохнуть деген демалу деген сөз. Кіргізіңдер де демалуға. До деревни, постучал в крайнюю избу. Пустите отдохнуть дорожного человека. Дорожный. Негізі дорожного деп тұр. Г, В оқылады, бірақ оның түбірі дорожный, дорога түбірі. Жаза ғой, дорожный деген. Дорожный. Иә. Дорожный. Н, сосын ы, содан кейін и краткий соңында. Қысқа и соңында. Дорожный деген ол жол жүріп келе жатқан. Жолшыбай, жол жүріп келе жатқан. Человек деген кім? Человек. Адам. Адамды кіргізіңдер дейді, үйге демалуға. Дверь отворила старуха. Түсінің ба? Отворила деген. Ол бар, мысалы, открыла деген сөз бар, а бірақ басқа сөз де бар. Оның синоним ұқсас сөз. Жаза ғой. Отворила. Негізі түбірі отворить. Отворила. Яғни ашты дейді. Отворила. Ашты. Старуха. Старый дегеннен шығып жаңағы кәрі. Я, бірақ старуха деп жаз. Я, дұрыс айтасың, бірақ старуха деген именно ол кемпір. Яғни жасты әйел. Түсінің ба? Старуха ашты дейді. Заходи, служивый. Заходи дейді. Ол не нәрсе заходи? Заходи. Заходи. Заходи деген кір деген сөз. Кір. Служивый. Служить деген сөзден шыққан. Служить. Служивый. Ж, сосын И, сосын В, Ү, я, И, сосын служивый деген ол қызметтегі адам деген сөз. Ол солдат болған соң, ол қызметтегі адам ғой. А нет ли у тебя, хозяюшка, перекусить чего? Хозяюшка деген не нәрсе?
хозяюшка жаза ғой. Сондай магазиндер қазір көбейіп кетті ғой, бүкіл жерде хозяюшка деген жаза ғой. Х-О. Давай мен саған жазып берейін. Ой, ылғи мынаған қазір. Далада сен ондайды көп көресің, хозяюшка. Үйдің иесі деген сөз. Еще әйел. Именно әйел үйдің иесі. Әйел үйдің иесі. Ой, этот, а нет ли у тебя, хозяюшка, что-нибудь перекусить? Перекусить. Жаза ғой, перекусить. Перекусить. Жаздың ба? Жеу. Бірдеңе жейтін бар ма дейді. Үйдің иесі. Жейтін бірдеңе бар ма? Заходи, служивый. А нет ли у тебя, хозяюшка, перекусить чего? У старухи все вдоволь, а солдат... Вдоволь деген, старухада, жаңа бабушкада, кемпірді. Все вдоволь. Вдоволь деген В-Д-О. Давай мен саған оны жазайын. Вдоволь деген ол көп деген сөз. Яғни бәрі бар дейді ол әйелде. Барлығы бар. Барлық заттар бар онда. Қажет заттардың бәрі бар. Міне вдоволь. Яғни онда молшылық деген сөз, түсінің ба? Бұл кісіде барлығы молшылық. Ничего. Ничего деген не нәрсе? Ештеңе. Ну нет так нет. Ну, болмаса жарайды дейді, болмаса. Тут он приметил под лавкой. Приметил. Жаза ғой, приметил. Көз салу, көз салу. Лавка деген білесің ба? Лавка. Лавка. Л-А-В-К-А. Лавка. Міне мынадай. Мынаны қалай атайсың? Орындық. Иә, осындай ұзын орындық, иә, жаза ғой, ұзын орындық. Под деген не нәрсе? Под. Астында. Яғни мынаның астында бір нәрсеге көз салды. Топор. Коли нет ничего, Коли нет деген, яғни коли деген, коли, ол егер ештеңе жоқ болса дейді, ол ауызба ауыз сөйлеуде қолданылады. можно сварить кашу из топора. Әне, можно дейді, түсінің ғой, я? Болады дейді сөйтуге. Хозяюшка руками всплеснула. Руками всплеснула деген, яғни бетіп, шапалақ қолын бетіп, бір-біріне. Түсінің ғой? Как так из топора кашу сварить-то? А вот как. Давай котел. Котел деген не нәрсе? Котел. К-О-Т-Ё. Ё деген үстінде екі нүктесі бар, ё. Котел деген міне мынау қара, міне. Ол не нәрсе сонда? Қазан? Давай дейді, әкел дейді ана қазаныңды. Старуха принесла котел.
Принесла, оны білесің ғой. Перенесла. Принесла. Принесла. Ага. Әкелді. Әкелді. Мгм. Бірақ бар ғой, мен саған айтайын, ол ер адамдарға басқаша болады. Мысалы, егер лаға бітсе, ол әйел адам әкелді деген сөз. А еркек адамдарға жазық қой. Алдына жаз ана, она деп жаз, яғни әйел адамды білдіреді. Ол әкелді, әйел адам әкелді. А енді астына жаз он, кішкене грамматиканы да үйретіп кетейік. Он принес, яғни ласыз болады. Соңындағы екі әріп болмайды. Он принес, она принесла. Түсінің ба? Айырмашылығын. Иә. Солдат вымыл топор. Вымыл деген не нәрсе? Вымыл. Вымыл. Иә. Жаздым. Вымыл деген жуды деген сөз. Жуды. Жаңағы топорды жуды. Балтаны. Опустил его в котел. Опустил деген не нәрсе? Опустил. Опустил. Пустил жаза ғой. Опустил. Опустил деген салды деген сөз. Салды. Түсірді. Түсірді немесе салды, екі мағынасы бар. Жаңа котелға салды. Налил воды. Налил воды деген. Налил. Налил. Налил деген құйды деген сөз. Құйды. Құйды. Вода дегенді білесің ғой? Вода. И поставил на огонь. Поставил дейді. Поставил. Ставить. Қойды. Ага. Огонь деген не нәрсе? Огонь. Огонь. Да, соңында мягкий знак. Огонь. Огонь деп оқылады. Огонь. От. Отқа қойды. От. Старуха на солдата глядит, глаза не сводит. Глядит. Старуха глядит. Жаза ғой. Глядит. Ол бар ғой, смотрит деген мағынаны біледі. Смотрит деген не нәрсе? Смотрит. Қарау ма? Иә, глядит жаза ғой. Қарау, иә. Смотрит. Достал солдат ложку, помешивает варево. Старуха на солдата глядит, глаза не сводит. Глаза не сводит. Ол бәрі бірге жазылады шу. Глаза не сводит. Не сводит. Не сводит, я. Глаза не сводит. Значит, көзін алмай. Смотрит дейді. Қарап тұр дейді, көзін алмай. Түсінің ба? Иә. Ал енді, татыр, мынаны қазын етіп, басқа нені етеміз қазір. Ойбай. Татыр, мынау неге үсті, мына бітіп кетті. Ойбай. Мынаны қарашы, мына жерін. Ете алмай тұр. Мынау мешает үсті. Қазір татыр. Мынаны бітіп алып тастайын да ана жерге. Анау үсті мешает етіп тұр да, нете алмай тұрмын соған қазір. Все, енді қайта қоям қазір. Мынау әлгі біздің неміз, который тоже. Голубой ручеек. Ручей деген не нәрсе? Ручей.
Я ручей, ручей. 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 Мгм. Ручей деген ол как өзен сияқты, бірақ кішкентай болады ғой. Қалай оны атауға болады? Өзен, бірақ сондай кішірек сондай. Бұлақ деуге болады. Бұлақ немесе жылға. Мгм. Я. Яғни голубой деген білесің ғой, қандай цвет? Көк. Ашық. Я, сол жаңағы көк жылғадан начинается. Начинаете? Мгм. Начинает. Жаса ғой. Аталу. Жоқ, начинается деген басталады. Ол называется, ол басқа аталу. Начинается. Ол басталады деген сөз, басталады. Река. Река деген не нәрсе? Река. Өзен. Дұрыс, молодец. Начинается река, ну а дружба начинается с улыбки. Дружба. Дружба. Достар. Я, достық басталады. Улыбка деген не нәрсе? Жымию. Ага, молодец. С голубого ручейка начинается река, ну а дружба начинается с улыбки. От улыбки станет всем теплей. Жаңағы жымиюдан станет. Станет деген не нәрсе? Станет. Станет. Жазды. Станет деген болады деген сөз. Тепло. Тепло деген не нәрсе? Тепло. Жылы ма? Я, бәріне жылы болады дейді. И слону, и даже маленькой улитке. Слон деген не нәрсе? Слон. 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 4 әріп. Слон деген ол піл. Пілге да. Сосын улитка деген не нәрсе? Улитка. Ұлу. Молодец. Ұлуға да дейді. Маленький деген кішкентай. Так пускай повсюду на земле. Так пускай дейді. Пускай деген не нәрсе? Пускай. Ештеңе етпейді деген ба? Жоқ. Пускай деген жаза ғой. Пускай деген болсын деген сөз. Болсын. Сосын повсюду. Повсюду. Сыдан кейін ю. Повсюду. В-с-ю-д-у. Повсюду. Барлық жерде. Барлық жерде. Жаза ғой. Бар жерде. Будто лампочки включаются улыбки. Будто. Будто деген ол сияқты деген сөз. Будто. Б-у-д-т-о. Будто. Яғни сияқты. Лампочка деген білесің ғой не нәрсе? Жарық. Да. Включаются улыбки дейді. Скрипке с голубого ручейка начинается река, ну а дружба начинается с улыбки. С голубого ручейка. Так, жаңа ғана мына жерді қазір. Так пускай повсюду на земле. На земле деген, земля деген білесің ғой? Жер. Жер беті. Будто лампочки включаются улыбки.
Включаются деген не нәрсе? Включаются. Включай. Мгм. Включать. Бір нәрсені включать. Жаза ғой. В, К, Л, сосын Ю, включать. Ага. Включать деген, мысалы, сен аласың да светті қосасың ғой, ана неге басасың. Ага. Сосын жарық жанады. Қосу деген сөз, қосу. Қосу. Иә. Мгм. Сонда ана лампочка сияқты бүйтіп қосайық дейді улыбкаларды, жымиюды. Түсінің ба? Аха. Мгм. Ал енді бүгінге осы, енді бүкіл сөздерді жатта, жаңағы мен берген беттерді аудар. А ендігі сабақта анау үй жұмысын сен маған бүгін жібердің ғой, соны қараймыз, жарай ма? Сен маған WhatsApp-қа жібергенді. Все, онда. Онда күнің жақсы болсын. Рахмет. Енді Құдай бұйырса сәрсенбі күні кездесеміз ғой, среда. Ой, среда. среда. Иә. 30 күні, 30-е, нормально ғой 30-е? Мгм. Ага, все, онда давай. Сен можешь наушник киіп алып тыңдауға. Егер мысалы үйде адам көп болса, бір жерге отыра қаласың да наушнигін киіп аласың, сонда біз ешкімге мешать етпейміз, жарай ма? Ага. Анда неше бөлме бар сен отырған жерде? Комната, неше комната? Үшеу. Ага, вот если что, наушник киіп, солай, сосын, иә, онда среда күні кездесеміз. Сәрсенбі, окей. Пока. Сау бол.